Бүгін біз эфирге Қонаев қаласынан шығып тұрмыз. Бір жыл бұрын жаңадан құрылғаны жаңа облыстардың бірі Алматы облысының әлеуметтік экономикалық дамуы туралы ақпарат аламыз. Құрметті журналистер, осыдан бір жыл бұрын Алматы облысының орталығы Қонаев қаласына көшірілгеннен кейін біздің басты мақсатымыз облыстың әлеуметтік экономикалық дамуының басымды бағыттарын айқындап алу қажет болды. 25 және 2030 жылдарға дейінгі екі кезеңді қамтитын облыстың даму стратегиясын әзірлеп бекіттік. Я хотела бы спросить у вас о состоянии аварийных зданий в сфере здравоохранения. Көптеген ауылдарда бар проблема, қалай қашан шешіледі? Облыс тұрғындарының басым бөлігі ауылдық жерде. Тұрғындар мен өзге де әлеуметтік нысандардың сейсмикалық қауіпсіздік құжаты жасалғанда.